Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің шеберлік сағатымның тақырыбы өрмелі төсеніш деп аталады. Қазір осы өрмелі төсенішті дайындаудың әдіс тәсілдерін сіздермен бірге үйренетін боламыз. Ол үшін бізге түрлі түсті мата қажет болады. Және қайшы, сондай-ақ ілмек ине қажет болады. Небәрі осы үш заттардан біздер қазір өте жылдам әрі тез өрмелі төсенішімізді дайындайтын боламыз. Алдымен бізге жұмысымызды бастамас бұрын матамызды аламыз. Осы матамызды шайып, шетінен бастап лента тәрізді қиып аламыз. Яғни 2 сантиметрден аспауы қажет. Сондай-ақ тағы да бір ескере кететін затымыз ол осы лентамыз қысқа болмау керек. Оны айналдыра отырып, яғни орама лента сияқты жинап отырмыз керек. Яғни қиып тастамаймыз шетіне келгенде. Матаның шетіне келгенде матамызды айналдыра отырып, әрі қарай жалғастырып қия береміз. Осы матамыз аяқталғанша осылай 2 сантиметрдей етіп, ұзын етіп қия береміз. Енені оң қолымызға ыңғайлы қылып ұстаймыз. Жібімізді орап аламыз осы енеге. Әрі қарай сол қолымызбен көмектесіп отырамыз. Яғни айналдыра әкеліп, осы енедегі жіптен өткізіп отырамыз. Міне біздің сіздермен бірге тоқыған өрмелі төсенішіміз дайын болды. Бұл төсенішті әртүрлі көлемде тоқи аласыз. Яғни жуынатын бөлмеге арнап, аяқ астына немесе орындық беттеріне де арнап тоқуыңызға болады. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.